Акшамлар хайыр эфирде нетиже программасы бүгін декабрьнің 19-ы студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ишгалжелерінің тақиқатшысы Қырым-Татаров Али Дембекировқа ресми қабатлап сеслендірген. Бұны ФСБ-ның незаретінде олған Крыминформ нешірі яза. Оны ишгал етілген Қырымға Селяве Патлав алетлеріні кетіріп сақлағанында қабатлайлар. 57 яшында ве бірінші группа сақаты олған Эдем ағаны ишгалжелер кечкен авта Қырым еле меморий сыңырында яқалады. О юрек ве шекер қасталығанен чекші бір аяғы кесілген. Оны Ахмеджет сезосының мақсуд блогына ерлештірділер бір қачкун Эвел оның янына Веджия Кашка давасының мабусы Руслан Трубачына кечірділер. Вместо того, чтобы Эдем ага отпустить человека в таком состоянии, они подсадили к нему крымского татарина, чтобы он за ним смотрел. Но он не медик и сам находится в очень таких условиях. Да? Вот это я хотел отметить. Сегодня они находятся в спецблоке в ужаснейших условиях просто. Дембекировқа адвокатлар тек ең керекли илячыларына беріп олған. Хаста олған мабус янына адвокат Алексей Ладин кіріп олды. Бекировның ақырабасы айтқанына көре СИЗО талапларына көре эпсі илячылар тек Қырым илячханелерінде алынмалы. Оның үшін эпсі керекли илячыларны топламақ үшін бір ең азындан бір қачкон керектір. Бірінші группа сақаты Дембекировны Русия мақсус қызметшілері кечкен авта Қырым еле меморий сыңырында тұтты. Мы передали первую необходимость, потому что сейчас список, который написал врач, все лекарства должны быть приобретены в Крыму, они должны быть сертифицированы. Они отдали список дочери, по всей вероятности еще пройдут 2 сутки. Но вот то, что есть, касается тем, перевязывать, большому, огромному сожалению, не перевязывали ногу, только перевязали ее вчера. Лише вчора до нього було допущено адвоката і з'ясувалося, що за тиждень арешту Едема не відвідував лікар. Зрозуміло, що російські окупанти, ув'язнивши Едема, людину тяжко хвору, намагаються залікати кримських татар. Це є своєрідна помста кримським татарам за їхню допомогу незаконно затриманим українським морякам. Веджия Кашка давасы бойынша яқаланған саяси мабус Казим Аметов апыстеки дешетлі шарайтлерге шикает еті. Бұақта адвокат Эмиль Курбидинов махкемеден сон хабер етті. Оның сөздеріне көре ишгалжелер Казим Аметов и Руслан Трубачны мақсус блокқа кечіргенлер. Бүгінгі махкеме есе олмада Санчапу хастаханеге түшкені үшін махкеме топлашуыны январьнан 9-на қалдырдылар. Казим ага сказал, что у него начинают уже отказывать почки, потому что там невыносимые условия. Это спецблок, 2 человека, постоянно под видеокамерами. Но это не самое главное. Самое главное то, что он говорит, сильнейшая сырость там. И я уже, говорит, не выдерживаю. Пожалуйста, имейте это в виду, что мое здоровье в разы ухудшилось и ухудшается с каждым часом. Апысты қаладжақлар Қырымнан Юқары Рус махкемесі сервер Зекирияев Эрнест Аметовның имайджілері берген шикаетлеріні кері қайтарды. Олар Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатланған мабуслердір. Декабрьнің башында ишгалжілер оларға апысты тұтуыны кележек сене декабрьнің 9-на қадар девам еттірген еді. Зекирияев и Аметовны кечкен сене октябрь айында Бақшысарайда евлерінде тентув кечірілген сон тұтқан еділер. Окуны олар нет берабер Сиран Салиев, Марлен Асанов, Мемет Билялов и Тимур Ибрагимов яқаланды. Эпсіні Хизбут-Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияде акимиетні күчнен запт етме интылуында қабатлайлар. Махкеме оғынде мабуслер яқаланмасына лақайт олмағанлар топлашты. Очередной суд, если можно так назвать. Мы пришли, чтобы поддержать наших ребят, показать то, что мы не согласны с тем, что их обвиняют в том, что на самом деле они не совершают. Ахмеджетте Севастопольская сухағандаки яқарлық ноқтасында пычақлав ве коте катер телеканалына белі олғана көре Қырымда Чеченистан президенті темсілжісінің муавины Иса Хачукаев, оның оғлы ве дабыр кіші яраланған. Яқарлық ноқтасында уммен 15 инсан ұрышты. Ершей 2 инсан қавғайты башлаған сон олды. Лафлар етішмеген сон пычақ ве таяқлар чықардылар. Даванан бір іштіракчысы еркесіні пыштавнен қорқызды. Бір еркек кіші есе пычақ чықарып, рақыплерін
ешілерінің машинасының көпчеклеріні кесті, сонрай сетақменен 10 кере рақыбыны пычақнен ұрды. Біз елде еткен мәліматқа көре ұруш пара боржы үшін олған. Бізім мен бамыз айтқанына көре Чеченистан президентінің темсілжесіне олған ұжымде Алошты шер шурасының депутаты Тимур Крымбариевның алақасы бар. Русия Девлет Дума депутаты Руслан Бальбекның ағасы ола екен. Қырымнан Юқары Рус махкемесі есіретілген Украин деңізшілерінің шекеетлеріні бақы башлады. Бүгін бірі-бірі артындан 5 мабос Юрий Будзила, Виктор Беспальченко, Сергей Цибизов, Андрей Апрыска ве Владимир Веремезнан ишлері бақыла. Сөзде махкеме олар Лефортова сезосындан видео бақ бастасынен жел пелтілді. Ишғалжелер кереч боғазында 24 Украин деңізшісіні есіретті. Эксериеті шымды Москвадаки Лефортова ве Матроская тишина сезоларында тұтыла. Есіретілген деңізшілерінің азат етілмесі қара ве азақ деңізлерінде гемілерінің бол юрышы. Бұл мевзуларны Украина президенті Петро Порошенко ве Украина меселелері бойынша Америка Бірлешкен Девлетлерінің мақсус темсілжісі Курт Волкер музакер етті. Туневінден о ресми зияретнен Украинада болуна. Курушевде сөз Донбастаки Русеті жавузы ве Бірлешкен Миллетлер тешкілятының барышық миссия кірсетілмесі аққында юрсетілді. Порошенко ве Волкер ишғал етілген Украин топрақлары азат етілмегенне қадар Русиге қаршы көрсетілген санкциялар девам еттірілмек керек деділер. Украина кереч боғазындан да бір қач геміні кечірежек ола. Бұл сефер халқара иждешлеріні желп етіп. Бұл ақта Украина қапсылық ве мұдафа шурасының кәтибі Александр Турчинов айтты. Оның сөздеріне көре шымды қара ве азақ денізлерінде ялы имайесіні құветлештірежеклер. Ялы бойы ракета комплекслеріні қойыжақлар. Олар 300 километр месафеде ұлған нишанларыны ұрып ола. Бөлелікнен Украина тек душман десантыны дегілді, денізде ұзақта ұлған душман гемелеріні йоқ ете біле. Турчинов айтқана көре телеке олса кечет ве атта мақталған көпірні де йоқ етмеге имкан олacak сөз кереч көпір аққанда кете. Тақы басқы ве апыске алынов ишғал етілген Қырымда чалышқан адвокатлар өзлері телеке алтында ве атта апыске алына. Кеченлері Эмиль Курбединов 5 күн апысты кечірді. Адвокат күнне зенадашларымыз Қырым татарларына ишғалчылерінің тақыпынден имайы еткен адвокатлар аққында икәйеті. Бұл Русия мақсус қызметшілері башта есір етіп, сонра қанунсыз сыныр кечмесінде қабатлаған Украин денізшілеріне низбеттен махкемеде чықарылған видео. Ахмеджитеке ишғалчылерінің Киев район махкемесі Украин арбилеріні 2 айға апыске алды. Олардан бірі Никополь катерінің yolбашчысы Богдан Небылицаны адвокат Эмиль Курбедин кечілері башта есір етіп, сонра қанунсыз сыныр кечмесінде қабатлаған Украин денізшілеріне низбеттен махкемеде чықарылған видео. Ахмеджитеке ишғалчылерінің Киев район махкемесі Украин арбилеріні 2 айға апыске алды. Олардан бірі Никополь катерінің yolбашчысы Богдан Небылицаны адвокат Эмиль Курбединов имайеті жегіні білдірді. Ве оның үшін өзі де апыске ташланды. Ишғалчылер махкемесі оны уйдырылған жинайты қабатлап 5 күнлік апыс жазасыны берді. Декабрінің 11-інде Эмиль Курбединов апыстен шығып, Богдан Небылицаны бір имайеті жегіні білдірді. Башта о денізжіні Москвадаки Лефортова сезосында зиярет етті. Сонра Киевге келіп, есір етілген денізжілерінің имайы усуларыны тақдим етті. Да ишғал етілген Қырым сынырында о, есір етілген денізшілерінің давасында іштер еткенini Рус мақсус қызметлері оңа бағышламай жағына анлады. Когда сюда мы заезжали сюда, вот нас с Эдемом Семетляем отводили на полчаса, задавали нам вопросы, с какой целью едете, с кем будете встречаться. Они вырабатывают какие-то противодействия и так далее, как бы, ну, это будет, да, и это не должно нас останавливать. Мы пришли здесь рассказать общественности, украинскому государству о том, что происходит с теми их согражданами, которые попали в плен.
Ишгал этилген Кырымда инсан акларны имайы эткен адвокат телеки алтында ве эршеге азыр олмак керек дей адвокат Эдем Семедляев. Саяси давалар эн кыйындыр, чүнки ишгалчылар мытлака интикам ала биле. Конечно же, давление со стороны правоохранительных органов мы тоже чувствуем. И доказательство этому и 2 административных ареста моего коллеги Эмиля Курбединова. Это обыск в нашем офисе, это разбитые окна в нашем офисе. Это постоянно мы ощущаем какую-то слежку, какое-то прослушивание. Ишгалчыларнын зулумундан оз ватандашларыны имайы этмек үчүн адвокатлар Русия канунларына да огренмеге мечбур болду. Крымские адвокаты довольно-таки быстро адаптировались к новому правовому полю. И в рамках этого правового поля в Крыму проходит работа по представительству интересов наших клиентов. Русия адвокатларга не кадар чок баска этсе, о кадар тез, ишгал режиминен разы олмаганларны имай этежеклеринин сайысы арта шакайты Эмиль Курбединов. Онун айтканына көре, 2014 сенесі о бір озы бірден 4 кыйын саяси даваны алып бара еді, чүнки башка бір кимсе жок еді. Энди онен берабер 20ден зияде имайыжы чалыша. Татьяна Сулей, Асан Эминов, Заман, АТР. Авропа инсан аклары махкемесі Русияден украинлі саяси мабус Павел Грипнын сағлыға аққында малумат бермесіні талап етті. Авропалылар Грипнын сағлығынен бағлы ресми весиқалар веті дәвеленуі аққында малумат көрмеге есті. Махкемеге мабусының ақрабасы мұражат етті, чүнки оның сағлығы күн-күнден бетерлеші. Декабрынан 4-інде Павелның ақрабасы оны Ростов филиетінің екімлеріне көстерілмесіні талап етті, чүнки жігер хасталығының алеметлері пейда олған. Белки де операция yapmak керек. Павел Грипна Русия махсус қызметчілері кечкен сене август айында Бияз Русияде қырсызлап яқалады. Оны Русияде теракт азырлайды деп қабатлайлар. Хвороби загострилися, з'явилися ознаки цирозу печінки. Це все йде, розумієте, якщо не робити термінового лікування, то це приведе до смерті. Ця хвороба, вона не розповсюджена. І надати, зробити реальну допомогу, а це треба вже втручання, це вже хірургічне втручання треба в організм Павла, для того, щоб там провести певний курс лікування. Тобто це потребує не просто в якоїсь лікарні, а спеціалізовані лікарні. Таких спеціалізованих лікарень в Ростові немає. Пара олачак халқара пара фонды ве Дүния банкі 14 айға ішлеп шығарылған Украинаға қол тұтув программасына таздықлады. Бірқач кредит траншлары девамында Киев аман-аман 4 миллиард доллар ала біле. Бірінші пара қысмыны 1 миллиард 400 бен долларыны Украина декабрынан 25-інде алмалы. Малеви программа инфляцияны эксілті банк кредит берілмесіне ве активлер яңартылмасына темин ете біле. Їх задача – забезпечити можливість проведення країни зовнішніх платежів. Зовнішні платежі Україна робить виключно в твердій валюті, не в гривнях. А країна відчуває зараз дуже серйозний дисбаланс. І задача якраз цього кредиту – покрити цей дисбаланс. Лос-Анджелесте бірінші тез сұратты туннель. Оны Илон Маск ұйдырып шығарды. Оның сөздеріне көре бөле туннель вастасынен тқанықлар меселесіні чезмек мүмкін. Оны сыл чалышқаны ве дегер халқара хаберлері бізімне вбеті келев қамызда. Суратлы туннель пек колай чалыша, onun içinde elektrik yol. O машинаны bir saatта 250 километр месафеге алып кеті. Ярастындаки хайвай аман-аман 2 километрны тешкелетіп Лос-Анджелес янында кече. Бұл месафені бойле суратта 3 дақада кечмек мүмкін. Сынав туннелінің құрылышына 10 миллион доллар айрылды. Ләкин суратлы туннеліне эксиклігі де бар. Онен тек 300 долларлық көпчеклеріні кедірген электрик машиналар қолана біле. Бұндан ғайры елжыларыны пек саллай. Маск айтқанына көре бұтын эксикликлеріні дигер туннеллерні құрғанлары вақыт юқ ете білелер. 2021 сенесіне қадар бір керелік пластик қалмайжақ, хусусан Авропа бірлігі мемлекетлерінде. Анда экологик проблеманен раатсыз олып, бір керелік чана, қашық, мешребе ве аты коктейль үшін боручықларны ясақ етмеге қарар алдылар. Бұндан ғайры Авропа бірлігінде 7 ел девамында екінші кере пластик шишелеріні ішлетежеклер. Пластик савуты етрафтаки мұйтыны кірлетіп, топрақта онлар жиылар девамында қалмақта.
Дрезден мерkezinde зебралар кезейді. Олар цирктан қачып, шehir sokaklarına çıkқан. Almanlarını şu vakıya ayrete kaldırdı. Polis xadimleri hayvanlarını 4 saat devamında tutup olamadı. Ular аты maxsus operatsiya ötkerdi. 7 maşinadan gayrı zebralarını atlı polis xadimleri de tutmağa tırıştı. Axırı epis hayvanlarını tuttular. Bir zebra ise streske dayanmayıp olgen. Вероника Иващенко, Zaman, ATR. Yayınımızın sonunda muhim illerle tanış etemiz. Yanvarının 10'undan ATR telekanалы tek HD formatta yayınlayacak. Onun için televizorun sazlaması yani настройкаларını değiştirmege unutmanız. ATR evvelsi olğanı kıbı Astra Sputnik'inde qala. Lakin endi ATR degildi, ATR HD tapıp ona geçmek gerek. Yanvarının 10'una kadar değiştirmeseniz Sputnik vasıtasının ATR'ını bakmağa çare olmayacaktır. Bu dakikada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim ve daima ATR ile olunuz. Görüşkенше.